Қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге егізтердің 3-ші сериясы және соңғы десем де болады ма білмеймін. Сіздер комментке жазып кетіңіздер. 4-ші бөлімге шейін ұзартайын ба, или бұл 3-ші бөлімнен тоқтасын ба? Өз ойларыңызды комментке жазып кетіңіздер. Сіздер біз видеомызды көп созбай бастаймыз. Так, сұрайын. Айтпақшы, бүгін анамыз келетін күн ғой. Алиманы оятайын. Алима? Я, не болды? Той ұйықтап жатқанда оятып жүрдің ғой. Ой, кешір. Бүгін анамыз келетін күн, білесің бе? Я, білемін. Жарайды, ұйықтама, тұр. Сағат неше болды өзім? Сағат почти 9 болды. Наконец-то ерте тұрдық. Жарайды, киініп алайық тез-тез. Так, бүгін біз кетін киімде қалмапты ғой, я. Так. Давайте мынаны киеміз. Ол давай оны емес. Жоқ, бұны емес. Так. Мынаны киік. Жарайды, кеттік онда. Жуынып алайық. Жарайды. Такс. Болды, мен сен жуына бер. Аха. Все, кеттік. Енді анам келген күтейік. Оған шейін тамақ пісіре берейік. Давай пісірейік онда. Жарайды. Міне тамақ дайын болды. Иісі күшті шығып тұр екен. Иә. Енді шай қою керек. И все. Шына жұмыстан шаршап кеттік қой. Иә. Қыздарым, жандарым, қалайсыңдар? Папа, мама, сіздерді сағынып кеттік қой. Келіңіздер, кіріңіздер. Ой, жандарым, алтындарым, қалайсыңдар? Жақсы, мам. Біз кеткенде үйге ешкімді кіргізген жоқсыңдар ма? Жоқ, мам. Иә, ешкімді кіргізген жоқпыз. Ой, күшті тамақ пісіріп жатсыңдар ғой. Кім үйретті? Анашым, білесіз ба, сіз күнде тамақ пісіріп жатқанда маған үйретуші едіңіз ғой? Иә, есімде. Ой, жандарым, содан үйреніп алдыңдар ма? Иә, еще рецебі де бар. Ой, айналайындар. Жарайды, біз қазір қолымызды жуып, киімімізді ауыстырып келеміз. Жарайды. Ой, қыздарым жақсылап тұрып тамақ пісіріп қойыпты ғой. Иә. Жарайды, тездетіп шешініп алайық. Киініп, потом барып тамаққа барайық. Иә, сөйтейік. Так, мен қазір жұмыс заттарымды қойып келейін. Так, кітабым. Нелерім, так, документтерім. Ақшаны қайда қойым? Оны қазір қыздарға подарок ретінде берейік. Жарайды онда. Екеуі қызыма, екеуі өзімізге. Анауын саған. Ой, рахмет. Такс. Нағанса қойын. Қазір қыздарыма береміз. Сөйтейік. Ол кеттік барайық. Ал қыздарым, біз келдік. Кәшім, анашым, келдіңіздер ма? Иә, қыздарым. Қазір сіздерге шай қойып беремін. Қазір сіздерге шай қойып берейін. Ой. Такс. Так. Нашымаңыз. Ой, рахмет. Әкешімаңыз. Ой, қызым, рахмет. Алина ма? Енді өзіме. Ой, менің қыздарым ер жеті, божы дәу бопты. Үлкен қыздар бопсыңдар.
даже тамақ пісіріп білесіңдер. Ал қазір тамақтардың дәмдерін көрейік. Әкесі бірінші сен көр. О, жарайды, бұлай түріне қарасаң дәмді сияқты ғой. Жарайды, онда көрейін. Ал, бисмилля. О, не деген дәмді. Қайсы мен жеп көрейін. Өте дәмді екен. Шынымен де дәмді. Иә, айтпақшыдай анашым, сіздер бізге не айтам деп едіңіздер ғой, жақсы жаңалық. Ой, ол да біздің есімізден шығып кетті ғой. Біз сендерді басқа мектепке көшірейін деп жатырмыз. Ура! Ура, наконец-то басқа мектептен көшетін болдың ғой. Иә, қыздарым, міне сендердің документтеріңді жасап келдік. Иә, сендердің новый мектептеріңе көштіреміз. Ояқта білімді оқушылар оқиды дейді. Иә, білімді оқушылар оқиды дейді. Сендер білімдісіңдер ғой? Иә, анашым. Жарайды, тамағымызды ішейік. Анашым, мына аяқты біз жинап саламыз. Жарайды онда. Осының залға біздің бөлмеге келіңдер, сендерге жақсы күшті подаркымыз бар. Жарайды. Жарайды, ертесі жинап саяқ. Жарайды. Так, болдық. Кеттік енді. Анашым, әкешім не айтам дедіңіздер. Сендерге біз мектептеріңе арнайы жаңа заттар сатып ал келдік. Сатып дегенде ақша береміз сендерге. Потом тағы да бір подаркымыз бар. О, алақай, наконец-то ақша береді. Иә, міне. Саған. Енді қазір тағы подаркымыз бар аналарыңнан. Иә, қыздарым, қазір сендерге мен подаркымды беремін. Иә, жарайды. Ал, қыздарым. О, не зат болды екен? Иә, не зат болды екен? Бұл сендерге косметика, уже сендер бой жеттіңдер, үлкен болдыңдар. Сол үшін бояну керек сендерге косметика. О, анашым, жақсы болды ғой, боянамыз. Міне, Алина саған, қызым. Алима саған. Рахмет, анашым. Не деген күшті? Иә, күшті екен. Қызым, бірақ Алима, сен косметикаға қызығасың ба өзім? Иә, анашым, мен қатты қызығамын. Иә, мен бұл қызды білем ғой. Ой, жарайды, онда бар бөлмелеріңе бар көріңдер. Иә, қыздар. Рахмет, әкешім, рахмет, анашым. Жарайды, оқаш жоқ, бара қойыңдар. Жарайды. Күшті болшы, иә. Иә, маған қатты ұнады. Сендімді мен бұрында ойлайтынмын, косметика қыздардың заттарына қызықпайды деп. Жоқ, мен негізі наоборот қызығамын. Просто ойын ойнағанда, ұлдарыске ойындарды ойнаған жақсы көрем. Бұлай косметика сондай жақсы көрем. Мен сені ондайны білмеппін. Жарайды, енді распаковка жасайық. Давай. Айтпақшы, сен видео түсіріп жібердің ғой ютубқа. Иә, қазір камерамды алып шығайын. Міне, давай енді ютубқа видео түсіреміз. Давай. Распаковка басын. Давай. Ал, қостым. Ой. Сәлем, достар, сіздермен бірге мен миссис Алина. Бүгін, достар, сіздермен бірге біз распаковка түсіретін боламыз. Менің қызым Алима қонақта. Всем привет! Я, достар, бүгін біздің мамамыздың подаркіне обзор. Иә, бірінші мен бастайын. Бірінші осындай бізге ақша берді. Потом осындай крем берді. Потом осындай спонж берді, күшті. Потом сосын осындай спонж. Потом осындай тарақ. Потом осындай
не осындай бір бетке арналған бірнеңке себетін ұмытып қалдым атын. И осындай крем, ары қарай осындай косметикалар. Так, жинап қойып қояйын. Алима, енді сен. Я, менде де осындай ақша. Потом осындай бетке жағатын крем. Потом осындай спонж. Потом осындай тарақ, крем. Осындай тағы бір бетке себетін. Менде бұның атын ұмытып қалдым. Менде и потом осындай косметика. Енді салып алайын аларды. Достар, көргендеріңізге рахмет. Тіркеліп лайк постты ұмытпаңыздар. Всем пока. Болдық видеомызды түсіріп. Я, күшті шыққан сияқты ғой. Жарайды, енді косметикамыз орнына қояйық. Міне, достар, сер алдын алған болса тіркеліп лайк постты ұмытпаңыздар. Всем пока.